Амансыз Азаматхан Сайлауұлы, жалпы сізді бүгінгі эфирден көргеніме өте қуаныштымын. Біз екеуміз енді талай жерде бірге жүрдік, талай сапарларды бірге болдық. Сол кезде байқағаным, сіздің табиғат сыйлаған құдіретіңіз әрдайым қарның ашпа тоқпа звондап біліп отырады, хабарласып. Осы орайда жалпы сіздің анаңыз сіз үшін қай жағымен қымбат? Енді ол былай айтқанда біріншіден мен бала кезден анамыз балалар үшін жұмыс істеді, балаларының жағдайын жасау үшін, балаларын қолдап, соның бәрін көз алдымызда ғой. Мысалға кезінде ауылда тұрған кезде мен жаңағы әр уақытта анашым мені қолдап отыратын, жақсы айтатын. Мен математикаға жақсы болдым. Егер бір зат керек болса, анама барам, ол айтады, жақсы, давай алға жасайсың деп айтатын бала кезден. Сол бір 90-шы жылы пионер газеті болған, соны оқып отырсам, Алматы мектебіне, Алматы қаласында республикалық физика математика мектебіне дарынды математикадан балаларды шақырып жатыр деген бір мақала шыққан екен. Мен бірден анама апарып көрсеттім мұны. Мынандай мектеп бар екен, мықты мектеп Алматыда. Осыған маған оқу керек, мен математиканы жақсы білемін ғой деп. Анам айтты, бітті, барамыз, түсесің оқуға деді, алға деді. Одан кейін ол бір сол сәуір айы етін негізінде маусым басында бару керек етін. Содан жаңағы мамыр айы келді, жаңағы соңғы қоңырау. Сөйтті де бізде енді ауылда тауға кетіп қаламыз ғой. Қойшыларға көмектесу, тағы басқа. Сөйтіп мен тауға кетіп қалдым. Тауда жүрмін, жаңағы емтихан жақындап келеді. Қашан мен келіп алып кетеді деп. Сөйтіп сондай оқиғалар болған. Сонда сон кейін анашым, мен жаңағы енді бір оқиға болды, каналдан ағып ауылға бардым. Содан кейін сонда сіз қашып кеттіңіз бе? Не істедіңіз? Жоқ, енді мен енді анау оқуды күнде ойланамын ғой, қашан барам мен Алматыға оқуға түсу керек, уже келе жатыр емтихан. Сөйтіп енді анама айтты ғой, маған барасың, оқуға түсесің. Мен сол анам айтқан сөзі мен үшін маңызды ғой. Мен сол мектепте оқып жүрген сияқты сезіндім да, жаңа қимаймын, ана тауда жүрмін, қойшыларға көмектесіп. Сонан сөйтіп жүрген кезімде таудың басында каналдан ағып кеттім ауылға. Құлап каналмен жаңағы ағып, денем бәрі жара, сүрілген жаңағы. Сөйтіп әйтеуір аман-есен шығып, содан кейін үйге жетіп, үйде содан кейін мен анам айтам, бір аптадан кейін Алматыға бару керек, емтихан. Соны тез арада емдеп, сөйтіп Алматыға шықтық. Сөйтіп жаңағы физмат мектебіне оқуға түстім. Сонда жаңағы мен анамның бір ерекшелігі сол, ол андай өзі еңбекқор, мысалға алға дейді. Жасай аласың, істейсің, біз саған сенеміз деген сондай сенім береді да менің анам әр уақытта. Өзі өте андай ұқыпты. Біздің ана ауылда үйімізде мысалы бақша болды, бақ болды, талдар, алматал, алмұрт, соның бәрін өсіретін біз үйде. Біздің ана ауылда келгенде біздің үйіміз немістің үйі сияқты етін. Өйткені сол анамның сол ерекшелігі. Шаруаға жақсы өте, тазалыққа, шаруаға, соны жаңағы енді қолдау көрсетеді. Одан кейін енді мен анамның әкесі саудагер болған. Сол Кеңес одағында енді ол кезде малмен айналысады, ет, соғым деп сондай. Содан саудаға жақсы да анам. Біз сол қайта перестройка келді ғой Горбачевтың кезінде. Сол кезде жаңа кооператив, коммерциализм, сол кезде бірінші болып кооператив ашып, мен анам сосы кәсіпке қарай. Сөйтіп сауда саттық, барлық сауда саттықтың әртүрлісін біліп, солай мен анам сөйтіп біз сол сауда саттықта жұмыс істедік бәріміз, еңбек істедік. Өйткені қарап отырасың үлкен кісілерге, анам таңертең кешке дейін жұмыс жасайды, ол біз үшін үлгі ғой. Бізде анамызды жаңа қолдайық деп сөйтетіміз. Әкем енді ол жаңағы мемлекеттік жаңағыдай қызметте жұмыс істеді да, ол көп шаруашылықпен айналыспайтын. Ол сондай басқа жақта болды. Шаруашылықпен көбінесе анам айналысатын. Сондай демек
кәсіпкер Азаматханды тәрбиелеп шыққан анасы. иә. Ал қандай тәрбиемен анаңыз сізді осындай саясаткер қыла алды? Енді бұл енді көрдіңіз бе, мен бала кезімде көп кітап оқитынмын. Иә, енді мен Жамбыл облысынанмын ғой, сонда бізде ол жерде Тұрар Рысқұлов, Бауыржан Момышұлы туралы көп оқитынбыз bizше. Сонда мен мынау Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе кітабын оқып, сонда Тұрар Рысқұловтың мынау саяси өмірі қызық етін мағанша. Сонда мен өзіме 90 жылдар айтып, мен де партия құрам деп жаңа. Сондай арман болды. Бірақ ол кезде енді әртүрлі жаңағыдай митингтер ұйымдастырып, солай сөйтіп көрдік, жаңа Апши жатақханада студент кезде. Бірақ бет түсінгенім, партия құру үшін бірінші қаражат керек екен. Материалды қолдау керек екен. Сондықтан мен анау Хан Кене деген Есенберлин кітабын оқыған кезде, онда біздің бабаларымыз 40 жастан кейін ғана саясатпен айналыстырады екен. 40 жастан кейін. Сұлтандар 40 жастан кейін. Соны мен 40 жасқа дейін әлі уақыт бар ғой, партия құруға. Мен қазір бизнеспен айналысам, ақша табам, сол 40-қа жақындаған кезде партия құрумен кірісемін деп. Сөйтіп сол не қылдым? Енді анам әр ісімде қолдау көрсетіп отырды. Мен шыны керек, 2022 жылы 23 қыркүйекте Алматы қаласында біз бірінші құрылтай съезін өткіздік қой партияны. Сол кезде менің мамам өте белсенді қатысты. Барды ғой өзі де сол жерде. Ұйымдастыруға қатысты. Иә, ол енді ұйымдастыру адамдар, мысалы біз 1400 адам келсе, соның 350 адам мен анам әкелген шығар соны. Жан жақтан, Қазақстан. Енді одан кейін келген қонақтарды жаңа ресторанда қарсы алып, бәрін тамақтандырып жіберді. Өйткені адамдар келгеннен кейін тоқ болып өздері. Шыны керек
шабуыл түрлері көп. Сол саналарға жасалған шабуылдар шығу үшін не істеуіміз керек? Ұлттық код дейді ғой, мысалы біз кім болдық, қайдан келдік біз? Біздің бабаларымыз 700 жыл енді мынау таза көшпенді болды ғой. Иә, біз өте соның ұрпақтарымыз ғой біз ше. Иә, бізде жаңағы жанұялық құндылық деген бізде маңызды, өте маңызды. Жанұялық құндылықтар. Иә, сондықтан бұл жерде көрдіңіз бе, біз сол ұлттық құндылықтарымызды заңнан да жоғарылатуымыз керек, заңнан да. Иә, өйткені жаңағы ұлттық құндылықтарға қарсы болатын болса, біз ондайды біз қабылдамауымыз керек. Ол қазір жаңағы батыстың заңы келді, қазір қалай ол елде қабылданады? Иә, оған қандай түсініктемелер жүргізіп жатыр? Оны дұрыс қалыптастыру үшін ұлттық салт дәстүрмен сол батыстың мына заңын, келіп жатқан мәдениетін қалыптастыру, бұл жерде үлкен идеологиялық жұмыс жүру керек. Мысалға жақсы Астана, Алматының адамдары иә мүмкін біледі да, бірақ ауылды жерлердегі біз халықты ойлауымыз керек. Қазақстанның 50% халқы адамы ол ауылда тұрады, ауылды жерде. Оларға біз үйретуіміз керек қой, оларға түсіндіруіміз керек, оларға мүмкіндік жасауымыз керек. Ауылда басқаша ғой түсінік мысалы. Сондықтан бұл өте қиын нәрсе, өте қиын сұрақ. Мына сұрақтың өзі қиын, оның жауабы өте күрделі, терең ізденуді, жауабы күрделі. Бұл жерде мемлекет жұмыс жасау керек. Мемлекеттің идеологиялық машинасы жұмыс жасау керек. Біз ертең әрбір Қазақстан азаматы, ол біздің былай айтқанда ақ капиталымыз ғой, мемлекеттің капиталы. Ол ертең жанұя құрады, жұмыс жасайды, салық төлейді, жұмыс орындарды қамтамасыз етеді. Солардың жақсы болып өсуі, ол мемлекет үшін керек нәрсе. Ол үшін жаңағыдай ұлттық құндылықты арттыру керек деп отырсыз. Ал енді өзіңіз жалпы саясаткер Азаматханды анасынан осы қазіргі жұмысы алыстатып жіберген жоқ па? Соңғы рет анаңызды қашан көрдіңіз? Бір айдай болып қалды. Бір ай болды. Іздеп бардыңыз. Бірақ телефонмен сөйлесіп тұрамыз. Күнде сөйлесіп тұрасыз. Енді расымен де қазір мынау қалай қоғамдық мынау саяси жұмыспен айналысқаннан кейін мен мынау жанұя мүшелерімен араласуға мүмкіндік жоқ. Уақыт жоқ. Өйткені таңертең кешке дейін жұмыс, іс-сапарлар, одан кейін адамдармен кездесуіңіз бар, біреулермен жүздесіп. Бұрын мысалға кәсіппен айналысқан кезде ол жерде нақты жұмыс, мысалға ол жерде рухани жаңағыдай өзің рухани жақын адамдармен жұмыс жасайсың да. Анау саяси қоғамдық жұмыспен айналысқан кезде бұл жерде әртүрлі адамдармен жұмыс істейсің. Әртүрлі діннің адамдары, әртүрлі адамдар, іштерінде жаңағы әртүрлі энергияның арасында жүреді адам. Өте оңай, расымен де ол бар. Сіз айтып отқаныңыз дұрыс. Анаңызды немен қуантасыз? Көңіл болмай қалған кездерде сізге ренжіп жататын тұстар бола ма? Енді сол бір ғана нәрсе, егер мен бір қатты сөздер айтып қойсам, соған ренжиді анам. Айтпа ондай сөздер деп, жақсы сөз айт. Солай деп, біз енді баяғы аналарымыз да, баяғы ата-бабаларымыз да жақсы сөз жарым ырыс деп өзі солай айшықтап, сол төңіректе жұмыс жасаған ғой енді. Сіздің қазіргі сөз саптауыңыз, қазіргі сіздің қоғам алдындағы ой іріктеуіңіз бесік жырын тыңдағаннан келді ма? Анаңыз жалпы бесік жырын айтты ма? Ертегі айтып берген болар бәлкім. Қазірде біздің қоғамда мысалға үшін ертегі айта алмайтын, балаға бесік жырын айта алмайтын аналар көп. Оның орнына мынау біздің телефондағы бесік жырларын қойып береді. Сіз бесік жырын естідіңіз? Мен анам, көрдіңіз бе, ол іскер адам болды да, іскер. Енді бесік жырын айтқан есімде жоқ. Мүмкін немерелеріне қазір айтатын шығар, бірақ ол кезде білмедім. Біз енді кеңес одағында тудық қой, 78 жылы тудым. Сол кезде негізі мен анам еңбекке үйретті. Еңбек. Таңертең тұрады, еңбек. Біз қарап еңбек.
жаңағы бақшада жұмыс істейміз, дала үйді тазартамыз, сондай еңбекке қарай ұмытылды. Иә, енді жаңағы мектепте үй жұмыстарын жасаған кезде қарайтын күнделікті сол тексеріп, жаңағы сондай нелер. Көбінесе мен анам ол іскер адам. Иә, ол енді біз теледидардан көріп отырмыз ғой, кейбір кезде мысалы мен өзім келіншегім балалармен ол көбінесе әдебиетпен жұмыс жасайды. Ертегілер, жаңағы әртүрлі нелерді, кітаптарды оқу, сондай да. Мен анам ол іскерлікке алға іскерлікке қайтпас қайсарлықты меңгертті. Иә, дұрыс айтасыз. Сол жағынан жаңағы содан кейін жақсы өте достары көп, өте жақсы достары көп, әр жерде, әр жақта сондай қолдайтын. Іскер адам болғаннан кейін сондай ғой. Сол былай айтқан кезде біз енді мемлекетіміз тәуелсіз алып нарықтық экономикаға көшкен кезде ол таза біздің жанұямыздың заманы болды да, нарықтық экономика. Иә, біз соған тәрбиелеген бізді анамыз. Үйдің еңбегі сізде, тістің еңбегі ата-анада деген сияқты жаңағыдай. Осыдан кейін сіздің бойыңызда іскерлік басым шығар. Жалпы енді тағы бір нәрсе бар. Қайтадан жаңа өзіңіз айтқан батысқа оралайық. Бізде қазір бала құқығы деген шықты. Бала құқығының аясында ата-ана баланы ұрмау керек. Сіз жалпы таяқ жеп көргенсіз ба? Енді жалпы осыған көзқарасыңыз қандай? Керек кезінде балаға қаталдық таныту да керек па, жоқ әлде жұмсақтық танытып, соның... Бұл көрдіңіз бе, мына батыстың бала құқығы деген ол негізі негізі дұрыс жағдай. Өйткені баланы біз қорғауымыз керек. Баланы, өйткені көбінесе бала деген көбінесе агрессивный және психопат адамдар болады ғой. Олардың бәрі кезінде, бала кезінде тая жеген адамдар. Бала кезінде сондай тая жеп, содан бір қорқыныштан қалып қалады да, ол сол кейін өскеннен кейін. Сондықтан бала жақсы өсетін болса, ол жайлы ортада өсу керек. Ержеткеннен кейін ол мысалға мықты болып өседі. Ал сондықтан бала құқығын қорғау дұрыс. Оның үстіне біздің ұлтымызда да баланы жақсы тәрбиелеген ғой, мысалға. Әсіресе ұл баланы еңбекке тәрбиелеген. Бала құқығы деген дұрыс, қолдаймыз. Міндетті түрде бала құқығы қорғалу керек. Қай жерде баланы ұруға болмайды еш уақытта. Кішкентай бала, күші жоқ, үлкен күші көп адам болмайды. Басқа жолдар бар ғой, сөйлесу керек, айту керек, не керек саған? Қандай дарыны? Әке шеше дегенде ойлану керек қой. Баласын қарап, баласының қай бағытта дарыны бар, сол дарынын дамытып, өзіне ұнайтын затпен айналыстырып. Бізде көбінесе мынандай қазір көп болып кетті. Мысалға, балалары математикаға дарыны жоқ болса, математика үйретеді жаңа. Әйтеуір бала тарта алмайды математиканы. Өзегінде болу керек қой математика. Өйткені ол математикаға үйрету деген ол кеңестік білім жүйесі. Мысалға, батыста Америка құрама штаттарында математикаға үйретпейді. Олар логика дейді. Логика, олар өмірлік логикаға үйретеді. Бізде наука, математика деген білім ғылымға кететін болса, онда ол адам басқаша болады. Бұл бәрібірде. Сондықтан бізде көп нәрсеге біздің осы білім ағарту министрлігі осымен айналысу керек. Әке-шелермен жұмыс жасау керек. Мысалы, ол білмейтін, мысалы бір бала музыкаға жақсы, дарыны музыка. Бірақ ол математикаға туылмаған дарыны жоқ. Немесе басқа сабаққа, осындай нәрседе баланы құқығы қорғалу керек, баламен сөйлесу керек, баламен жұмыс жасау керек. Міне, бұл міндетті түрде елімізде жасалу керек. Қоғамда баласына өзінің арманын, өзінің ойын тықпалап жіберетін ата-аналар болады. Олардың жаңағы сіз енді қолдауда өскен, сіздің алған бетіңізді, бағытыңызды туралап берген ананың қолында өскеннен кейін, жалпы соған сіздің көзқарасыңыз қандай? Дұрыс па сол?
баланың қарымына дарынына сенетін ата ана болады, баланың қарымын дарымын жетілдіретін, дарынын жетілдіретін ата ана болады. Осы орайда сіз қайсысын құптайсыз? Негізі енді сіз өте дұрыс нәрсені айтып отырсыз. Баланың дарынын қарап сол бағытта дамыту ол маңызды, бала тәрбиесіне маңызды зат. Бірақ оны біздің халқымызға түсініктеме жұмыс жүргізу керек қой. Мысалы, білім ағарту министрлігі, ақпараттық министрлік, әкімшіліктерде, жаңа әртүрлі мысалы НПО дейміз ғой, үкіметтік емес ұйымдар, сонымен айналысу керек. Түсіндіру деме, әр әке-шешеге сен балаңның, мысалы қазір әртүрлі тесттер бар да, мысалы сұрақтар, мысалы бір 20-25 сұрақ, егер сол сұраққа жауап берсе, сол арқылы баланың, кішкентай баланың дарын тануға болады. Қазір әртүрлі сондай өңкей технологиялар бар. Сол арқылы баланың дарын танып, сол дарын дамытатын болса, ол бала бақытты болып өседі. Бақытты өседі. Ал егер ол өзінікі емес басқа затпен айналысатын болса, ол бақытсыз болады. Оны алып кету, алып кетпеуінің өзі екі талай болып қалуы. Димаш Құдайберген, қараңызшы, кішкентай кезде видеоларын көрсеңіз, ол қандай дарынды бала. Музыкаға келіп бір сондай бір сол мысалы әке-шешесі оны музыкаға берді, дамытты. Қазір қараңыз, әлемді өзіне қаратып отыр, мойындатып отыр. Әлемді аузына қаратқан әнші. Әлемді аузына қаратқан әнші. Одан кейін жаңағы мысалы спортсмендерімізде қаншама. Мысалы Болат Жұмадилов деген чемпион, олимпиада 2 рет екінші орын алған, олимпиадада біздің әлемдік чемпионымыз бар. Бокстан бірінші әлемдік чемпион. Ол анасы баланы білген бокс екен, баласын бере берген, сөйтіп баласы сондай не болды. Сол сияқты, егер дұрыс әке-шеше баланы дарынын біле білсе, сол дарынына барлық күш салатын болса, ол өзінің дарыны болғаннан кейін ол бала оны жақсы көреді. Ал ол өзі жақсы көрмейтін нәрсені ол еш уақытта істемейді. Сол. Жалпы анаңыздың сізге айтатын ең жылы сөзі әлі күнге бала кезден тоқтамай? Балам дейді, балам. Қандай сөз бар? Мәселе, менің анам мені Алияшым, әкімім, депутатым, ол кейін түрленіп кетті да. Алияшым сөзі баяғыдан келе жатыр. Бірақ ананың аузы дуалы деген бар да, жалпы анамның не айтады сол болып жататын. Мен ол туралы өзімде бір мәрте пост салдым. Сіздің анаңыздың аузындағы еркелететін сөздер сізді бала күйінде, балалық табиғатты, тазалықты сақтап қалады деп ойлаймын. Өйткені мені еркелеткен кезіндегі қасымдағы естіген адамдардың енді несі реакциясы маған, сен 3 жасқа келіп әлі еркелейсің ба шешеңе деген сияқты бір әңгімелер айтылады да. Әлі күнге анаңызға еркелейсіз ба? Ана деген әке-шешенің алдында біз кішкентай бала сияқтымыз ғой. Оларды көрген кезде бірден кішкентай бала сияқты болып қаламыз. Әрине еркелейміз әке-шешемізге. Әке-шешемізде енді қалай баласын көреді, бірден жаңағы ақыл айтқысы келіп тұрады да. Бұлай жаса, бұлай істе деп, содан кейін бұлай, мына жақта мына деп жаңағы. Енді әке-шешемізді тыңдаймыз, бірақ керек жерді аламыз да, керек еместі алмаймыз ғой, бұлай айтқанда. Енді сол енді еркелетеді әрине. Әке-шеше деген әр уақытта еркелетеді ғой. Мейірім жетіспей жатқан қоғамда қай жасқа келме, кім болма, біз осы еркелікке тәуелдіміз ба? Әрине, ол еркелету, өйткені былай ғой. Сіз өзіңіздің балдарыңызды еркелетесіз ба мәселенге? Қыздарымды еркелетемін. Қыздарды еркелетесіз? Қыздарымды. Енді бұл жерде былай айтқан кезде еркелету деген жөнді болу керек. Мысалға, нақты нәтижеге еркелетуге болады. Мен алдына мақсат қойып, мына мақсатқа жеттім ба? Жақсы результат. Мені былай деп. Солай еркелету керек. Ал бет алды еркелетсе, ол да әр нәрсенің өз орнымен жасау керек та. Қатты да кетпеу керек. Жайда жасамау керек. Бір орташа ұстану керек. Баланс ұстау керек. Баланс, әсері оны ерекше. Сондықтан
Бул жерде мен ошол жерде айтам, анам менің сол осындай әр уақытта баланс ұстайтын. Иә. Әр уақытта өзін салмақты ұстайтын, салмақты әр затқа. Одан кейін жаңағыдай енді айттым ғой, еңбек, одан кейін былай бір нақты нәтиже болатын болса, сол кезде еркелететін бала болатын. Өйткені қатты еркелетіп жіберсе, ол бала мойынға мініп алады ғой. Соның мойнынан түсірсең, ол тағы ренжиді мысалы. Содан пайда болып отыр ғой. Бізде бір жаңағы бала құқығы деп отырмыз ғой, бала құқығы болу қорғалу үшін бізде ұлтымызда, халықта көп тәрбиелік жақтан көп өзгерістер жасау керек. Біз кейбір кезде жақынын қатты құшақтайды да, кейбір кезде от крайности к крайности, мысалы. Ашуланса қатты ашуланады, еркелетсе қатты еркелетеді. Ол деген өте жаман нәрсе. Мына орта болу керек. Мына содан пайда болған ғой, мына индивидуализм деген, мынау батысташы. Содан пайда болған. Бірақ біздің енді ұлттық құндылықтарымызға байланысты біз дұрыс табуымыз керек та осының арасында. Өзінің бір әдемі жолын табу керек, сол жолмен жүру керек. Иә. Жалпы бұл өмірде кімге тағзым етесіз? Әрине әке-шешемізге, анамызға, әкемізге. Олардан артық ешкім жоқ қой. Одан кейін жаңа еркелету деген мәселені айтқанда, мысалы қараңыз да, бұл өмірге адам келеді ғой, бірақ бәрі бұл өмірден кетеді. Иә? Уақыт келген кезде. Уақыт келген кезде бәрі. Сонда бұл айтқан кезде ол қимайтын адамдарың бар ғой қасында. Иә, мысалы. Сондықтан бұл жерде жаңағыдай жылы сөйлеп, еркелету деген ол да дұрыс та. Сондықтан әрине ең басты ол әке-шешенің орны бөлек, оның тәрбиесі, ол мысалы бұл айтқан кезде әке-шешеге тағзым етеміз, иә, анамызға. Кімге көбірек қарыздарсыз? Осы күнге жеткен азаматхан кімге көбірек қарыздар? Әрине анашыма. Өйткені ана деген ол деген әр уақытта ойлап отырады ғой. Әке ол бәрібір сабырлы, өз жұмысымен айналысады, өзінің ісімен айналысады. Бір-екі рет ақыл айтады. Иә. Ақыл айтады. Мен 23 жасымда мені мемлекеттік қызметке шақырды. Мынау ұлттық АОНИТ деген ұлттық ақпараттық технологиялар акционер қоғам бол, соған басшылыққа шақырды. Сонымен мен әкеме бардым. Осылай мен
иә иә Сізде? бір кезде телефон көтереді көтермейді мысалға анам всегда көтереді телефонды сөйлесіп сол Анаңыздың сізге соңғы сыйлаған сыйлығы қандай? Әлде бір біріңізбен мынау бизнес өкілдері Каспий Голд арқылы ол да онлайн ба ақша бір біріңізге? негізі енді шыны керек қой мен енді қазір қоғамдық саяси жұмыспен жүргеннен кейін менің шығындарым өте үлкен
мен мына партияның шығындарын бәрін ұстап отырып қанша мысалға қаншама мысалға енді үлкен енді шығын енді сондықтан маған наоборот маған көмектеседі. Анам маған көмектесіп тұрады. Анам айтады, балам не болды? Анам маған қазір өйткені мен анам не ғой, кәсіпкер ғой. Иә, мен ол кәсіп үлкен болып тұр ғой. Иә, әрине ол сауда саттық, торговля сол бағытта анам әр уақытта. Бірақ енді мен былай не қылмаймын, мен көрсе айтады, мен саған жұмысыңа керек қой деп. Жоқ керек. Жоқ, негізі анамыз сол всегда наоборот көмектесіп тұрады. Соңғы сыйлық қашан не қылды? Иә, мүмкін есімде жоқ қазірше. Иә, сыйлық беріп тұрады анашым. Әйтеуір әртүрлі кішкентай сыйлық, мынау әсіресе мынау Мекке Мединаға барған кезде сол жерден әртүрлі зәмзәм суын берді. Мен мамам әр уақытта зәмзәм суын береді маған. Зәмзәм суын. Нан алып іш деп зәмзәм суын береді. Одан кейін одан кейін ақша жіберіп тұрады. Айттым ғой жаңа. Кәсіпкерлер арасындағы онлайн ақша түс болып жатады дейсіз ғой. Жалпы енді былай ғой, бұл өмірде біз енді өзіңде мысалға қоғам алдында көбірек жүргендіктен аналар үшін бала бөліне бастайды екен да, өзінің қарым қабілеті және де өзінің ауқымды тірлігіне қарап та атқаратын. Маған сен елдің баласысың ғой дейді. Басқалары анама көбірек көңіл бөледі дегендей ғой. Сізде елдің баласы болғандықтан осындай моменттер тек қана телефон арқылы өтіп жатыр ғой. Иә, негізі енді былай айтқан кезде жаңа айттық қой, біз шаруа ғой, шаруа жанұя. Ол шаруашылықта жүрген адамдар, олар мынандай қоғамдық, саяси, халықтың алдына шығу дегенді онша не қылмайды. Олар бәрі өз жұмысымен айналысып, өз несіне қылып. Сол, мысалы, мен осы қоғамдық неге жұмысқа жасаған кезде ол қалай болады екен деп жаңа сұрақтар қойып жаңағыдай не қылатын анашым. Енді әрине қазір енді анашым түсінді, мен халықтың баласы екенімді. Ол айтады, сен халықтың баласың, халықтың ұлысың. Иә, тек сәттілік болсын, әйтеуір аман есен жүр деп айтады анашым. Сізге қатысты анаңыздың арманы кім болғаныңызды көргісі келеді? Енді депутат дейік. Енді бір партия деген сөз, ол енді әжептәуір күш, ол билікке бастайтын жол. Сізді биліктің төрінен, парламент мәжілісінің депутаттығынан анаңыздың көргісі келе ме осындай тақырыпта сөйлесесіздер? Енді көрдіңіз бе, ол былай айтқан кезде ол мысалға ол жерде ең бірінші аман есен жүр дейді. Амандық тілейді. Содан кейін ешкімге қарсы сөйлеме дейді. Иә, вот екі нәрсені айтады маған әр уақытта. Ешкімге қарсы сөйлеме, ешкімді не қылма, критиковать етпе, сынама деп мен сөйтіп айтады. Сол негізі мен өзім өте сыншыл адаммын, сынаймын қатты. Сол анам айтығаннан кейін мен өте әр нәрсені қашып жүремін. Баяулаттыңыз ғой сынды. Иә, сындым. Жоқ, егер мен өзімнің білетін мамандығым бойынша сынды нақты білетін болсам, мысалы мен экономиканы білем, сол экономикаға, бизнесқа байланысты, мысалы қазір мынау ұлттық кәсіпкерлер палатасын қатты сынап жатырмыз. Президентке де хат жаздық біз. Кәсіпкерлікті дамуына тежеу болып отыр депші. Оны мен өте жақсы білем. Ол жерде мен шындықты айтам. Өйткені ал білмейтін нәрсеге кіріспеймін еш уақытта. Білмейтін нәрсе. Мысалы журналистика дегенде мен білмеймін. Мысалы менің салам емес ол. Мен білетін сала экономика, бизнес, IT саласы. Мен енді IT мамандығым бар. IT мамандығым. Содан кейін макроэкономика, экономикалық саясат, бұл мен мамандығым. Экологияны осы соңғы жыл экологиямен айналысып, экологияны біліп алдық жақсы. Содан кейін жаңағы осы заттарды мен білем, осы заттарды мен айта аламын нақты. Ал басқа білмейтін заттарға бармаймын. Кейбір кезде популист болып
кіріп кетуге де болады ғой. Кішкене мысалы кім ана жолы бар ғой депутаттар, ана жолы Ер Астананың бастығын кеп қатты не қылды. Сендер Африкамен біз салыстырмаңдар. Яғни олар өзі таңғаламын. Африкада қаншама мемлекет бар, экономикалары ондыққа кіретін. Ең мықты ЮАР, оңтүстік, иә? Біздің алтта мысалға ең үлкен компания, ең үлкен бізге пайда келіп отқан, кіріс әкеліп отқан. Соның басшысын андай неған дұрыс болмады, ол ұят болды. Мысалы енді ол жерде өзінің несі бар. Сондықтан сондай популизмге баруға болмайды. Білмейтін затқа хайп үшін, лайк жинау үшін или просмотр көп қол үшін жасауға болмайды. Ол ұят нәрсе. Мен анам сондайдан қорғайды мені әр уақытта. Барма, популизмге барма. Демек анаңыз екеуіңіз саясат туралы да сөйлесетін болып тұрсыздар ғой. Жоқ, мен телефонда саясат туралы сөйлесетін уақыттарымыз қанша сағатқа созылады. Негізі нәрседе менде чаттар болған, WhatsApp чаттар. Соның бәріне анашым бар етін. Содан бір нәрсе жасса сразу уайымдайды. Содан кейін соң барлық чаттан шығарып тастағанбыз. Сөйтсек бір чатқа қосылып алған, жайлап қарап отырады. Сол енді ана деген ол қорғаушы ғой. Ана деген тілекші. Ана деген жердегі періште. Тілегін тілеп, баласын қорғап отырады. Сіздің тарапыңызға сын айтылып қалған кездерде анаңыздың реакциясы қандай? Көңіл жаны ауырады. Егер ол сын шын болатын болса, ол бірден қабылдайды да маған айтады, сен бұлай жасайсың, ол жасауға болмайды олай. Бірден ашық сөйлеседі. Ал енді жала жабылып кететін сәттер болады ғой сізге де. Ондай сәттердегі анаңыздың реакциясы? Енді жала жабылған кезде оны біледі ғой, оны мысалға. Сізді қалай жұбатады деген келді ғой. Біз енді қанша үлкен болсақ та ана үшін баламыз. Сізді қалай жұбатады? Енді ондай кезде барлық телефонын өшіп тастауға тырысамын, чтобы ешнәрсені көрмей ақ қойсын деп. Мысалы, сын айтын кездейтін болса. Біз мысалы 2019 жылы біз рұқсат етілген митинг өткіздік қой Астана қаласында. Сол кезде мысалы анашым уайымдады, мысалы одан кейін әртүрлі интернетте жазды, мен туралы әртүрлі не қылды, біреулер мақтап жатыр, біреулер сатқын деп жатыр, әртүрлі айтып жатады ғой. Соның бәрін көрді де қатты уайымдайтын. Одан кейін белгілі уақыттан кейін біз жайлап барлық чаттардан анам шығарып тастадық, көрмейді. Мен мысалға өзімнің анамды Фейсбуктан банға тығып тастағам. Қара тізімге. Жүрегі ауырмасын, ана көрсін. Негізі мынандай момент бар. Адам өсу үшін, әр адам, жеке адам, ол өзінің жолын біледі. Егер бір туысқан араласатын болса, оны керісінше тежейді. Сондықтан ол жаны ашиды ғой, қорғағысы келеді, ол наоборот тежейді. Сондықтан адам өз жұмысымен айналысу керек қой. Бірақ кемшіліктерден неден қорғану керек. Бірақ мысалға егер өмірімізге араласа беретін болса, жақындарымыз, онда біз дамымаймыз. Сіз бүгінгі азаматхан болмас едіңіз. Сондықтан өйткені біз ішімізде біз сеземіз өзіміз. Қайда бар жатқанымызды айқын көріп тұрамыз. Ол басқа біздің туысқандарға көрінбейді ғой ол нәрсе. Оларға басқаша көрінеді. Ол тежеу болады мысалға да. Сондықтан енді ең бастысы бұл жерде сенім керек деп ойлаймын. Бала мен ананың арасында бір сенім болу керек. Менің балам осыны алып шығады. Бала жасайды.
қызғаншақтық дейді, тағы таза жұмыс істесе, не қылса, ол әрине табысты болады. Ондай адамды ол мысалы ол біздің мына мемлекеттік жақтан қарайтын болсақ, әр адам бізде табысты болса, еңбек етіп, ол біздің мемлекетіміз күшейеді ғой. Мен осы жақында Алматыда болған кезде еврейлер туралы бізде әңгіме болды. Сонда мен еврей халқында ананың орны ең үлкен. Міне қазіргі мына бүгінгі күні солай өмір сүреді. 21 ғасырда ана деген ең бірінші орында тұрады. Оларда мысалға жанұя ана арқылы дамиды. Мысалы, егер анасы еврей болса, ол еврей болып саналады. Мысалға, қандай? Сонда мен осы еврей ұлтының табысты болуын зерделедік. Мен сонда бір түсінгенім, оларда бірлігі мықты екен. Бірлігі сол анасының арқасында. Ананы жоғары қойған арқасында оларда бірлік деген мықты. Оларда егер бір мықты дарынды адам шығатын болса, табысты адам, оны бәрі қолдай кетеді. Сол өсіреді, қасына барып бәрі өсіп алады. Мысалға, қандай керемет. Сонымен қатар мынау Корей халқы бар ғой, оларда да анасы қатты құрметтейді. Олар анасына тағзым жасайды кәдімгідей. Сәжде жасайды аналарына. Аналарын қатты құрметтейді. Оларда мысалы мен қазір серіктес партиямыздың орынбасары бар, Олег Пак. Аптасына бір рет анасына барып тұрады. Алматыға барып, анасының үйінде бір күн болып, жұмысын жасап сөйтіп келіп тұрады. Мысалы қараңызшы, таңғаласыз. 21-ші ғасыр анасын қалай құрметтейді. Міне соның арқасында олар үлкен дәрежеде. Бізде анамызды құрметтейтін болсақ, бізде өсеміз. Біз көшпенді халық болып, жаңағы қыздың орнын біз ұлтымызда кішкене төмендетіп жіберді, біз жоғарылатуымыз керек. Қыз бала ол ертең ана, осы мемлекетіміздің азаматтарын тәрбиелейді. Тіршіліктің жалғасы. Сондықтан мынау сіздердің бағдарламаларыңыз өте күшті екен. Анаға тағзым деген өте мықты. Бұны рахмет. Әр уақытта біреуді жек көріп тұрған кезде ойлану керек. Бұның да анасы бар ғой. Анасының көңіл-күйі қандай болады? Анасының көңіл-күйі қалай болады? Анасы бұл деп солай ойлану керек та. Әрқайсының анасы бар. Енді мен қоғамдық саяси жұмыспен айналысып жүрген кезде мен бір түсінгенім, егер саған әйел адам қарсы шығатын болса, мысалы, оны мен тоқтата алмаймын. Оны тек қана әйел адам ғана тоқтата алады. Әйел адам қарсы шығатын болса. Еркек адам әйел адам тоқтата алмайды еш уақытта. Әйел адамды тек қана әйел адам тоқтатады. Сонда біздің көрдіңіз бе, біз аналарымыз қандай күш, әйел адам қандай күш. Мысалы, еркек енді более сабырлы болады. Еркектің өзінің деңгейі болады. Бізде қазір көп айтылады ғой, әйелдің деңгейіне. Бір кезде міне қоғамдық жұмыспен қатты айналысып жатқан кезде бір топ әйел келіншектер болды. Таңертең кешке дейін мені жамандайтын. Таңертең кешке дейін. Енді бар ғой, сұмдық бар ғой. Оларға еш нәрсе айта алмайсыз ғой. Енді олармен не қыламайсыз. Қарап отырсаңыз, сонда оларды тек қана әйел адамдар ғана тоқтата алады. Әйелді әйел адам ғана. Басқа ешкім тоқтата алмайды. Ізгілікке толы жүрегіңіз соларға да ана деп қарады ма? Сол кісілерге ана ғой бұларда деп қарсы сөйлеуге батпадыңыз ба? Жоқ, мен қарсы. Мен енді бізде енді бізде мынандай утиль сбор жинаған РОП деген мекеме болған. Сол мен РОПқа қарсы шықтым ғой, соны жабылсын деп президентке жеткіздім. Сол кезде сол мекеме бір 100 әйелді маған қарсы қойғызды ғой. Енді бар. Білді ғой, сіздің анаға, әйелге қарсы шықпайтын азамат екеніңіз біліп қойды ғой. Мен енді олар енді буллинг жасады, кәдімгі буллинг бар ғой. Әрқайсы Фейсбукта барып мен жамандайды. Әрқайсы әртүрлі видео, әртүрлі заттар, енді сұмдық енді. Енді сізде 100 әйелді ұйымдастырып қарсы қойып қоймадыңыз? Жоқ, ол енді көрдіңіз, бір жағынан адам бүйтеді, әр уақытта
біреу сынайтын болса, ол да негізі ол адам ойланатын болса, ол сынды дұрыстау керек та. Мүмкін ол жақсы ғой, критика деген болу керек. Ол адамның түзелуіне бір мектеп. Сіз енді жалпы біздің хабарды өте жақсы хабар деп жатсыз ғой. Біздің тағы бір жақсы тұсымыз бар. Сіздің анаңызға сыйлық сыйлай аламыз. Сіздің атыңыздан. Жалпы осы біз енді өз тарапымыздан алып барамыз да қазір күтімге байланысты заттарды сыйлап кетеміз. Ал сіз анаңызға біз берген сыйлықты қабылдай аласыз ба жалпы? Жоқ, біз енді әлде өзіңіз бір сыйлық беріп жіберіп, біз барып апарып берейік па? Қалай істейсіз? Жақсы, сыйлық алайық. Әрине, анамызға сыйлық. Енді мен ойлаймын, анамызға гүл апарып берейік па? Гүл апару керек сияқты. Жарайды. Өйткені Аллаға шүкір, енді гүл. Гүл деген өте күшті сыйлық. Енді гүл сыйлау, анаға гүл сыйлауда менен өткен, бұл Қазақстанда адам жоқ деп ойлаймын. Анама баратын әрбір сәтім гүлмен барам. Ол букеттің барлығын бөлек-бөлек, ол ауруханада жатыр ма, ол көшеде кетіп бара жатыр ма, көріп қалсам болды, гүл сыйлауды әдетке айналдырған жанбыз. Жалпы ананың жүрегі, ананың тілегі баланың үстінде жатқаннан кейін, баланың тілегі мен жүрегі анамен үндес болу керек деп есептеймін. Осы орайда біздің подкастқа келіп, сұхбат беріп, осылай өзіңіз туралы, анаңыз туралы риясыз айтқан әңгімелеріңіз үшін үлкен рахмет. Жалпы жаңа әдемі әңгіме айттыңыз ғой. Баланы 13-ке дейін тәрбиелеу керек те, 13-тен кейін еркіне жіберу керек. Дұрыс айтасыз, біз қыран тектес халықпыз. Қыранның өзі баласын қанаттандырып болғанға дейін ғана ұясында ұстайды екен. Одан кейін баланы ұядан итеріп шығарып жібереді екен. Ол қанаттанған балапан ұшып кетсе, ұшып кетті, ұшып кетпесе, ол енді өзінің ары қарайғы тағдырын өзінің баласына сеніп тапсырады екен. Осы орайда бізде де мынау гиперопека дейді қазір орыстар, қазақшасы қатты осы дендеп баланы билеп алудан ада болайық. Қоғамымыз ананы сыйлауға өзіңіз айтқандай еврейлер сияқты ден қойсын дейміз. Жалпы бүгінгі подкаст тамам. Азаматхан мырзаның барлық айтқандарынан әркім өзіне керегін, сабағын алады деген ойдамыз. Анаға тағзым жасап жүрейік. Амандықта қауышқанша.